Қайырлы күн қыздар. Бүгін біз сіздермен корей салатын жасайтын боламыз. Қажетті өнімдердің барлығын описаниеда қалдыратын боламын. Алдымен қиярымызды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Қиярларымызды турап болғаннан кейін бос табаққа саламыз. Содан кейін сәбізімізді үккіштен өткізетін боламыз. Сәбізімізді үккіштен өткізіп дайындап болғаннан кейін қиярымыздың үстіне саламыз. Үккіштен өткен чесногымызды және жарты чайный ложка чили тұздығын қосамыз. Содан кейін алдын ала жуып дайындалған укропымызды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Содан кейін дәмдеуіштерімізді, алдын ала қызып тұрған майымызды, 2 шай қасық соевый соус және алдын ала турап дайындап қойған укропымызды қосып жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Егер рецепт пайдалы болса, қазақша контентті қолдап, арнама жазылып, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.